Мен Жеңіскүл Жақсылыққызы Астана қаласының Шерхан Мұртаза атындағы номері 63-ші мектеп гимназиясының қазақ тілі мұғалімі боламын. 1987 жылы 9 мамыр күні Қостанай облысы Жангелдин ауданы Шақшақ Жәнібек ауылында дүниеге келдім. 2005 жылы Қаражан Топаев атындағы орта мектепті тамамдап, Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мамандығы бойынша оқуға түстім. Осы ұстаздық еңбек жолындағы негізгі ұстанымым баланы тұлға деп тану, оның пікірімен санасу, оқушының кішкентай қуанышын, табысын бағалай білу, үнемі жаңалыққа ұмтылып, алдыңғы қатардан көріну және әр оқушының бойынан жақсылық тауып бұлақтың көзін ашу арқылы биік мақсаттарға жетелей отырып, жауапкершілікке тәрбиелеу. Жауапкершілік болған жерде жоспар болады, жоспар болған жерде мақсат болады. Мақсат болашаққа жетелейтін бағдаршам. Ал бағдаршам елімнің, отанымның саясаты. Білімді де, отанын сүйетін патриот ұл-қыз тәрбиелеу, міне менің ұстанымым да осы деп айта аламын. свободное время, когда мы занимаемся.